80-ші жылдардың басында жоғарғы Вольта Африканың батысындағы типтік француз колониясы болды. Сұмдық кедейлік, билікте жемқор марионеткалар және қоғамдағы феодалдық қалдықтар. Бұл портрет қазіргі кезде дамымаған елдердің көпшілігіне тән. Дегенмен, 2 жылдың ішінде жоғарғы Вольта сыбайлас жемқорлықтың тамырына балта шапты. Экономикалық теңсіздікті жойды. Білім беру, денсаулық сақтау қолжетімді болды. Томас Санкара осы өзгерістің бастамашысы болды. Сонымен, ол жоғарғы Вольтаның отарлық атын бізге таныс Буркина Фасо деп өзгертті. Ол адамдардың отаны дегенді білдіреді. Салют достар, сіздермен бірге Ерназар. Менің қарапайым каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қара континенттегі кішкене елге үміт берген Африканың Че Геварасы Томас Санкара туралы сөз қозғайтын боламыз. Томас Санкара 1949 жылы 21 желтоқсанда француз жандармериясы сарбазының отбасында дүниеге келді. Оның әкесі Маей ұлтынан, шешесі Фульбадан болатын. Этникааралық некеден туғандықтан отбасылық қатынастардың дәстүрлі жүйесіне сәйкес Тома 3-ші сорттық санатына жатқызылды. Және Силми Моси төмен деңгейлі болып саналды. Бұл оны балалық шағынан өмірінде өз құқығын қорғауға мәжбүр етті. Шамасы бала кезінен бастап Томаның гуманистік характері кейінірек оның әскери саяси мансабында шешуші рөл ойнаған шығар. Жоғарғы Вольта 1960 жылы 5 тамызда егемендік алған сәтте сол кездегі Батыс Африкада экономикалық және мәдени жағынан дамымаған француз отарларының бірі болды. Құрғақ климат, шөл, ауыз суы жетіспейтін және теңізге шыға алмайтын елдің метрополия үшін экономикалық та, стратегиялық та маңызы болмады. Сондықтан Францияның оны дамытуға салған инвестициялары аз болды. Отаршылық биліктен егемендік, өркендеу мен саяси тұрақтылыққа келмеді. Тәуелсіз жоғарғы Вольтаның алғашқы президенті Морис Ямиоого билеуші Бірлік партиясынан басқа барлық саяси партияларға тыйым салып, оппозицияны заңсыз деп жариялады. Бастапқыда кедей ел одан есе кедейлене түсті. Бұл халықтың ішкі саясатқа деген наразылығын тудырды. Осындай жағдайда өмірде белсенді позицияға ие болған Томас Санкара әкесінің католиктік діни қызметкер болу туралы ұсынысынан бас тартып, 1968 жылы әскери қызметке орналасты. Мадагаскарда оқып жүргенде ол Маркстың шығармаларымен танысады және отаршылдық саясатқа қарсы жұмысшылардың ереуілдерінің куәсі болады. Бұл оқиғалардың барлығы Томаға үлкен әсер тигізеді. Сонымен қатар, сол кезде кеңінен таралған африкалық социализм теориясына қызығушылық танытып, радикалды көзқарастағы офицерлер Блес Кампаоре, Анри Зонго және Жан-Батист Букаримен танысады. Уақыт өте келе Санкара және оның серіктестері тіпті коммунистік офицерлер тобы атты құпия революциялық ұйымын құрады. Әскери мансабы тез дамып, отанына оралғаннан кейін Санкара элиталық десантшылар бөліміне тағайындалады. 1981 жылы қыркүйекте Санкара 1966 жылы билікте басып алған бригадалық генерал Сангуле Ламизананың үкіметіндегі ақпарат жөніндегі мемлекеттік хатшы болып тағайындалады. Бірақ жаңа президент оның алдындағылардан өзгеше болмағандығынан көп ұзамай 1982 жылдың сәуірінде Санкара отставкаға кетіп, оппозиция жағына шығып, үкімет әскери қызметкерлерді, жұмысшылар мен кәсіподақтарды қысуда деп айыптайды. 1982 жылдың қараша айында болған кезекті әскери төңкерістен кейін жаңа президент Жан-Батист Уэдраого Санкараны жоғарғы Вольтаның премьер-министрі қызметіне тағайындайды. Алайда көп ұзамай жас шенеуніктің көзқарасы мен қызметі радикалды деп танылып, ол жұмыстан шеттетіліп, үй қамауына алынады. Халық сүйген саясатқа қарсы осындай қатаң шаралар елорданың кедей аудандары Уагадугу мекенінде тәртіпсіздіктер туғызады. Содан билік өздердің ұстамдарының тұрақсыздығына көз жеткізеді. 1983 жылдың тамызда Санкараның досы және қаруласы капитан Блес Кампаоре астаналық гарнизон көтерілісін ұйымдастырады. Әскери төңкеріс нәтижесінде президент Уэдраого құлатылып, оның орнына 30 жастағы Томас Санкара келеді
және сол уақытта ұлттық революция кеңесінің төрағасы болып тағайындалады. Жаңа үкімет демократиялық және халықтық революцияның басталуын жариялайды. Оның бұрынғы үкіметтердің айырмашылығы бар ма? Санкараның шешімдері өздері жауап берсін. Революциялық үкіметтің алғашқы шешімдерінің бірі тайпа көсемдерін артықшылықтар мен мүліктерден айыру болды. Ірі жер иелерінің учаскелері шаруалар арасында үлестірілді. Шаруаларға алым-салық және міндетті еңбекақы төлеу жойылды. Нәтижесінде еңбек нәтижелеріне қызығушылық артты. 3 жыл ішінде бидайдың өнімділігі гектарына 1700-ден 3800 килограммға дейін өсті. Бұл елде тарихта бірінші рет өзін-өзі азық-түлікпен қамтамасыз ету деңгейіне қол жеткізуге мүмкіндік берді. Автомагистральдар мен темір жолдарды жаңарту елдің өз күшімен жүзеге асырылды. Президент ел тұрғындарын елдегі алғашқы электр станциясының құрылысына қатысуға шақырды. Антиимпериалистік деп жариялаған демократиялық және халықтық революцияның принциптері 1983 жылы 2 қазанда сөйлеген сөзінде баяндалды. Бір жылдан кейін жоғарғы вольта атауы өзгертіліп Буркина Фасо адал адамдардың отаны деп айтылды. Экологиялық мәселелерді шешу Томас Санкараның жұмысында маңызды рөлге ие болды. Елдің Сахараның перифериясында тұрғанын түсініп, Буркина Фасо су ресурстарымен нашар қамтамасыз етілгендіктен, ол 250 су қоймасын салу және 3000 ұңғыма бұрғылау туралы бастама көтеріп, саваннаның шөлейттенуін тоқтату үшін 10 миллионнан астам ағаш отырғызу жөніндегі ұлттық науқанды бастады. Елді мекенді көгалдандыру процесіне бүкіл дерлік адамдар тартылды және ағаш отырғызу әрбір болған мерекеде дәстүрге айналды. Үкіметтік шенеуніктердің табыстары жария болды. Мерседестен тұратын бүкіл үкіметтік көлік паркі сатылып, оның орнына министрлердің қажеттілік үшін сол кездегі елдегі ең арзан машиналардың бірі Renault 5 сатып алынды. Шенеуніктердің жалақысы әдеуір қысқартты. Жеке жүргізушілер мен бірінші дәрежелі авиабилеттерді пайдалануға тыйым салды. Ол шенеуніктерден батыстың қымбат костюмдері емес, дәстүрлі ұлттық киімдерді киюді талап етті. Жақсы киінгілерің келсе, жібек өнеркәсібін көтеруді талап етті. Сонымен қатар жаңа жыл қарсаңында администраторлардан айлық жалақыны әлеуметтік қорлардың пайдасына тапсыруға міндеттеді. Ал жұмысының артықшылықтарын құқықтан тыс пайдаланушыларды және ауыл шаруашылық жұмыстарына жіберу заңдастырылды. Сонда оған елге пайда көбірек болар деп шешіп. Жалпыға бірдей теңдіктің жақтаушысы Томас Санкара қоғамның маңызды бөлігі әйелдер енжер болмау керек деп есептеді. Президент патриархалды системаға қарсы болды. Ол әйелдердің жыныс мүшелерін кесуге, мәжбүрлі некеге тұруға, көп әйел алуға заң жүзінде тыйым салды. Әйелдерді жоғары әкімшілік қызметтерге тағайындады. Оларды жұмыс істеуге, мектепте оқуға және әскери қызметін өтеуге шақырды. Ынтымақтастық күні жарияланып, дәстүрлі түрде әйелдердің мойнында болатын жұмысты бағалауды сыйлау үшін әр ер адамдар кешкі ас дайындап сауда жасау үшін базарға бару керек мереке күнін орнатады. Буркина Фасодағы кубалық дәрігерлердің көмегімен денсаулық үшін шайқас бағдарламасы жүзеге асырылды. 2,5 миллионнан астам бала менингитке, қызылшаға және сары безгекке қарсы вакциналанады. Бұл нәресте өлімінің 1000 адамға шаққанда 240-тан 185-ке дейін төмендеуіне ықпал етті. Ерлердің тек 25% және әйелдердің 15% ғана оқи алатын елде жалпы халықтық сауаттылық науқаны басталды. Атап айтқанда, жергілікті деңгейдегі медициналық қызмет пен білімнің тапшылығының деңгейін көтеру үшін Томас Санкара әр ауылға фельдшерлік пункт пен мектеп салуға шақырды. Оны 350-ден астам ауылды қоғамдастықтың күшімен ойдағыдай ұйымдастырды. Социалистік революцияға қолайсыз болып саналатын мемлекеттің өзінде ол жаңа дұрыс адамды құру үшін өзін үлгі ретінде көрсетіп, мадақтар, атаулар бермеген және өзін салтанатпен қоршамаған. Жоғары лауазымға туыстары мен тайпадағы таныстарын тағайындамаған. Әскери капитанның айына $450 алатын жалақысына қанағаттанып, өзінің президенттік $2000 ресми жалақысын жетім балаларға көмек қорына аударуды жөн көрген. Президенттігінің алғашқы күндерінен бастап ол әлеуметтік әділеттілік пен өз елінің дамуы оның өмірдің басты мақсаты екенін ашық айтқан. Пара мен протекционизмге қарсы күрес президенттік мемлекеттік реформалардың маңызды компоненттерінің біріне айналды. Жетістіктердің айтарлықтай болғаны соншалық, 1986 жылы Санкара билікке келгеннен кейін 3 жылдан кейін дүниежүзілік банк Буркина Фасода сыбайлас жемқорлық жойылды деп мәлімдеді. Томас Санкара
кедей елдерге гуманитарлық көмек көрсету мүмкіндігін теріс бағалады. Ол, бұл кездейсоқ мәселелерді шеше алмайды, тек елдің артта қалушылығын сақтауға ықпал етеді, халықты еңбектен қаштырады және олар үнемі сыйлықтар күтуге үйретеді деп тұжырымдады. Бұл жағдай Санкараның пікірі бойынша егемен мемлекеттердің экономикалық дамуына мүдделі емес. Ол неоколониализм стратегтеріне пайдалы деп есептеді. Ішкі саяси мәселелерді шешуде Томас Санкара ел тұрғындарын өзінің азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз етуге қабілетті берік ауыл шаруашылық базасын құруға баса назар аударды. Алайда модернизация баяу жүріп жатты. Буркина Фасоның ішкі экономикалық ресурстары өте шектеулі болғандықтан сырттан көмек қажет болды. Билік оны әлемдегі бірінші жеңімпаз социализм елінен аламыз деп күтті. 1986 жылы Томас Санкара реформаларына Горбачевтан қолдау сұраймын деп КСРО-ға сапар жасады. Бірақ ешқандай нақты көмек ала алмады. Сол кезде КСРО-да африкалық бағыт атты сыртқы саясатты өз позициясын жоғалту үстінде болатын. Кеңес одағы біртұтас мемлекет ретінде өзінің соңғы жылдарын сүру үстінде болатын. Томас Санкара қызметіндегі әлеуметтік-экономикалық қайта құрулар мен антиимпериалистік бағыт оны кедейлер арасында танымал етті. Алайда оның саясаты орта тап пен рулық көсемдердің мүдделеріне қайшы келді. Дәстүрлі мәжбүрлі еңбекті пайдалану және алым-салық жинау құқығынан айыру, сонымен қатар Франция мен оның одақтасы Кот д'Ивуардың мүдделеріне де қайшы келді. Санкараның белсенді позициясы, оның реформаларының революциялық жағымсыздығы, батыс елдерінен несие алудан және гуманитарлық көмектен бас тарту көрші елдердің үкіметтері мен Францияда алаңдаушылық туғызды. Буркиндік жазушы және тарихшы Винсент Уаттара президент туралы мақаласында президент өзінің батыстық саясаткерлері Африкадағы неоколониализмнің агенттері ретінде қарастырып, ымыраға келуге бас тартып, сол себепті ол Француз-Африка саммитіне қатысудан бас тартты дейді. Францияның қамқорлығымен 1986 жылы қыркүйекте Кот д'Ивуардың астанасы Ямускурода өткен Буркина Фасо көршілес елдердің басшыларының конференциясы Санкарадан ішкі саясат тоқтату талап етті. Сонымен бірге бұрынғы метрополия Франция Санкараны құлатуға президенттің жанындағы адамдарды пайдаланып, үкіметтік төңкеріс дайындауды бастап жатты. Санкараның кең бұқара арасында танымал болуы оны басқарушы топтар мен армия элитасындағы наразылықтан құтқармады. Франция мен сондай-ақ көршілес Мали және Кот д'Ивуармен қарым-қатынастардың нашарлауы 1987 жылы 15 қазанда президентті құлатуға және өлтіруге әкелді. Бұл оның сол кездегі қызметте болған жан досы және серігі Буркина Фасо әділет министрі Блез Кампауре ұйымдастырған әскери төңкерістің нәтижесі болды. Томас Санкара қайтыс болардан бір апта бұрын революционерлерді өлтіруге болады, бірақ сіз олардың идеяларын өлтіре алмайсыз деді. Санкара мен оның серіктестердің бөлшектелген денелері белгісіз қабірге көмілді. Ол көп ұзамай қажылық орнына айналды. Президентті өлтіру сол жылдардағы әлемдік баспасөзде кең тарады. Кеңестік бұқаралық ақпарат құралдары оның қызметін Буркина Фасода әділетті қоғам құруға бағытталған әлеуметтік эксперименттің әрекеті деп бағалап, пікірлерден тыс қалған жоқ. Томас Санкараның барлық қызметі оны идеалист ретінде сипаттайды. Ол үшін әлеуметтік әділеттілік пен елдің дамуы жоғары құндылық болды. Өзінің революциялық және социалистік саясатын жүргізу кезінде ол көптеген африкалық басшылар секілді кеңестік саяси жүйенің сыртқы атрибуттарын соқыр көшіруге ұмтылмады. Томаны толықтай марксист-ленинист деп айту да қиын. Бәлкім дұрыс емес те шығар. Буркина Фасодан келген жас офицер социалистік мұраттарды қоғамдық ұйымның африкалық халықтық дәстүрлеріне, өмірдің экономикалық және мәдени жағдайларына бейімдей отырып, саяси тұжырымдаманың жақтаушысы болды. Африка елдеріне сирек кездесетін құбылыс әскери төңкеріс нәтижесінде билікке келген Томас Санкара армия саясаткерлерінің ұзақ буындарының бірі болмады. Ол кез келген адам сияқты қателіктер жіберді, шектен шықты, бірақ ешқашан өзінің пайдасы немесе билікке деген құштарлық мүдделерін басшылыққа алмады. Келесі 27 жыл ішінде мемлекет басында болған Блез Кампауре Санкараның барлық реформаларын тоқтатып, шенеуніктердің жалақысын қалпына келтіріп, 4 жылда жасаған барлық жақсылықтарды құртып жіберді.
Оның президенттік кезеңдегі алғашқы әрекеті Санкара Уагадугу қаласының маңын абаттандыруға бөлген ақшаға жеке Боинг сатып алды. Сайлаушылардың тек 25% қатысқан 1991 жылғы сайлаудан кейін Кампауэре Буркина Фасоның жаңа билігі шұғыл түрде шетелдік қаржылық көмектен бас тарту саясатын қайта қарап, МИФ-тен $67 миллион несие қабылдады. Қазіргі уақытта реформатор президент Тома Санкара қайтыс болғаннан кейін 30 жыл өткен соң адал адамдардың отаны өзін еркін сезінуі екі талай. Буркина Фасо әлі күнге дейін әлемдегі ең кедей елдердің бірі. Халқының жартысынан көбісінің деңгейі кедейлік шегінен төмен. Буркина Фасо экономикасында француз капиталы басым, ал елдің өнеркәсіптік дамуы бірінші әлемдегі елдердің қажеттіліктеріне бейімделген. Ал Тома Санкара болса аңызға айналып, африкалықтардың жастарын отаршылдықпен күресуге шабыттандыруда. Осы нотамен мен сізді жиналған ойларыңызбен жалғыз қалдыруға мәжбүрмін. Бейнемен бөлісіңіз. Келесі бейнелерді жіберіп алмау үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Отбасыларыңыз аман болсын.